Балқашта орта білім сапасы атты ғылыми тәжірибелі конференция өтті. Оған Қазақмыс холдингі жұмыс істейтін аймақтағы барлық мектептердің мұғалімдері қатысты. Сондай-ақ шетелдерден білікті сарапшылар да шақыртылған. Орта мектептердегі білім сапасын арттыруға бағытталған шарадан тілші материалы. Орта білімнің сапасы ең бірінші ғылым мен тәжірибеге байланысты. Конференцияға қатысушылар білім сапасын арттыруға сеп болатын басым бағыттарға тағы бір рет тоқталды. Шараны ұйымдастырушы Ultau Educational Foundation қайырымдылық қоры білім саласындағы қызметкерлердің ең үлкен съезінің өтуіне Қазақмыс холдингі демеушілік көрсеткен. Я считаю, что проект Устаз Ултау, который наш фонд разработал. Қазақмыс холдингінің бастамасымен жүзеге асып жатқан Устаз Ултау жобасын біздің қор жасап шығарды. Осы орайда үлкен бизнес орны әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, аймақтың болашағына бей-жай қарамай, орта білімнің сапасын көтеруге атсалысып жатыр. Бұл жоба көлемі мен көтерген жүгі жағынан баламасыз бастама болмақ. 3 күнге созылған конференцияның алғашқы күнінде қонақтар Ағабай Батыр атындағы оқушылар сарайын аралады. Сондай-ақ мұнда талантты оқушылардың дайындаған концерттік бағдарламасы көрсетілді. Ал соңғы 2 күн пленарлық жиындар мен талқылау алаңын арналды. Орта білімнің сапасын көтерудің өзекті мәселелерін ортаға салды. Важно придать новый мощный импульс развитию. Қазір бұл саланың дамуына барынша күш салу өте маңызды болып тұр. Өйткені бүгінде білім саласына қойылатын талап күннен күнге жетіліп келеді. Мектептерде өзгеріс көп. Жаңа технологиялар мен әлемдік ақпарат ағынына ілесу үшін үнемі жаңарып отыруымыз керек. Ал бұл жолда ұстаздардың атқарар міндеті басым. Мамандар ғылыми конференцияның өтетін орны кездейсоқ таңдалмағанын айтады. Өйткені мұнда заманауи технологиямен жабдықталған Ермеков атындағы мектеп-лицей орналасқан. Бұл білім ордасы Арқа агенттігінің аккредитациясын алған бірден-бір мемлекеттік мектеп. Онда жақында ғана 316 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізілген. Әрі заманауи технологиямен жабдықталып, сапалы білім берудің барлық талаптарына сай жаңғырған болатын. Сәбит Әлдебай, Атамекен бизнес арнасы.